Сәлем достар, сіздермен бүгін біздер өте жеңіл дайындалатын тағам дайындайтын боламыз. Ең бірінші картошкамызды осылай жуып, турап, тұзымызды салып, приправаларымызды салып, укропымызды салып, осылай және шемішкі май құйып, араластырып қойып қоямыз. Содан соң біз котлет жасайтын боламыз. Пиязымызды осылай турап батырып, үйде блендер бар екен, есіме түсіп кетті. Осылай блендермен 1 минутта осылай аппақ етіп шығарды. Сол енді осыны котлетімізге салатын боламыз. Котлетімізге салғаннан кейін бана нанымызды сүтке батырып қойған болатынмын. Соны суынан сарқып алып, соны да котлетімізге қосатын боламыз. Содан соң бір жұмыртқа қосамыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша приправаларыңызды қоссаңыз болады. Бірақ осылайша тұз бен бұрыштың өзімен де дәмді болып шығады. Ең соңында кішкене шемек май қосып, барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Мінекей осылайша біздің котлеттеріміз фаршымыз дайын болады. Енді кезекте жаңағы дайындап болған картошкамызды формаға саламыз. Формамызға картошкамыз жабысып қалмау үшін шемек май қосқан болатынбыз. Мінекей осылайша шемек майымыз кішкене су болып тұру керек. Енді кезекте бана фаршымыздан котлетик жасап, осы картошкамыздың үстіне қоятын боламыз. Содан соң қызып тұрған пешімізде әбден қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей біздің осылайша дәмді котлеттеріміз жеңіл дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Сізге өте ұнайды. Міндетті түрде қарап көріңіз. Менің видеомды толық қараған болсаңыз, арнама тіркеп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Мінекей біздің котлетиктеріміз осылай өте дәмді болып шығады. Жұмсақ болып шығады, ешқандай шашырамайды. Міндетті түрде жасап көріңіз. Қараңыздар, қазір кесіп көрсететін боламын. Өте жұмсақ болып, дәмді болып шығады. Тез дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Менің видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Рахмет.